Жетпейді, жинасам да бар асылда, дәл өзіңдей көрмеппін жанашырда. Ол қызына қашанда қамқор болған, бір Алла сақтай көрсін анашымда. Бүгін асыл анамыз Қазипа Рыскелді қызының зейнет жасына толуына орай, Аллаға шүкіршілік етіп, тілекші ел жұртын, ағайын туысын, замандастарын қасына жинап отыр. Осы зейнетке шығу мерей тойын жүрек жарды өлен жолдармен бастағым келіп отыр. Тойымызға қош келдіңіз ағайын, жастық шаққа оралайық бәріміз. Анамыздың жарқыратып маңайын, ғұмыр жолын баяндайды әніміз. Анамыз 1965 жылдың 22 наурызында Алматы облысы Гвардия ауданы 10 жас ауылында әкесі Рыскелді мен анасы Қалимаштың шаңырағында дүние келген. 1972 жылы Ақжар 8 жылдық мектебінің 1 сыныбына қабылданып, 1980 жылы оқуын өте жақсы аяқтады. Сол жылы Панфилов педагогикалық училищесіне түсіп, бастауыш сынып мұғалімі мамандығын таңдады. 1984 жылы аталмыш оқу орнын үздік дипломмен тәмамдады. 1984 жылы Панфилов ауданы Қоңыр Өлен селосының азаматы Әжібеков Қайырбек Құрманбек ұлына тұрмысқа шығып, осы аталған мектепте мұғалімдік еңбек жолын бастады. 1987 жылдың 1 қаңтарында Ернар атты ұлы дүние келді. Отбасы жағдайына байланысты 1988 жылы Панфилов ауданы Жемшидек совхозына қоныс аударып, Жаркент орта мектебінде еңбек жолын одан әрі жалғастырды. 1991-1993 жылдары Талдықорған қаласында Ильяс Жансүгіров атындағы педагогикалық институтының бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі факультетіне түсіп, оны ойдағыдай аяқтады. Осыдан кейін Жаркент орта мектебінде еңбек жолын одан әрі жалғастырды. Анасы Бәтима мен әкесі Құрманбектің тәлім тәрбиесін көріп өскен Қайырбекке тұрмысқа шығып, Құдайдың қалауымен 3 ұлды дүниеге келіп, тәрбиелеп өсірді. Ұстаз ана жас ұрпаққа мейірімін төгіп, 42 жыл бойы қажырлы еңбек етті. Оның еңбегі мектеп басшылығы мен ата-аналар тарапынан жоғары бағаланып, бірнеше мәрте алғыс хаттармен және құрмет грамоталарымен марапатталды. Ұстазы талантты болса, шәкірті талапты болады деген сөздің бекер айтылмағаны анық. Анамыздың тәрбиелеп өсірген шәкірттері бүгінде Қазақстанның дамуы мен көркеюіне өз үлесін қосып, еліміздің түкпір-түкпірінде абыройлы еңбек етіп жүрген азаматтар. Анамыз бар ғұмырын ұстаздықтың адал жолына, отбасына және балаларының тәрбиесіне арнады. Әр шәкіртінің білім алып, үлкен өмірге нық қадам басуына жол көрсетіп, бағыт-бағдар берді. Әкеміз Қайырбек пен анамыз Қазипа 36 жыл бойы тату-тәтті өмір сүріп, үлгілі отбасы қалыптастырды. Олар ұлдарын тәрбиелеп өсіріп, келін түсіріп, бүгінде Мәншүк, Еркежан, Махамбет, Бегімай, Баянсұлу, Бегасыл, Айнамкөз есімді немерелерінің сүйікті әжесі атанып отыр. Осы күні анамыздың бар байлығы, қуанышы, ұлдары мен келіндері, немерелері, сондай-ақ ағайын туыс дос жаран әріптестері. Ол әрдайым ұрпақтарының ортасында, ағайынның ақ батасында, Алланың назарында бола берсін, анашым. Зейнет жасыңыз құтты болсын. Батыр да туған анадан, ақын да туған анадан, ананың биік тұғыры, анадан туған бар адам. Пайғамбарымыз Мұхаммед ананы құрмет санаған, анаға мәңгі борыштар елдегі барлық данадам. Шуағың шалқытып қаламды, күннен бұрын жетеді. Жопарың балқытып таламды, гүлден бұрын жетеді. Бақытты етуге баламды, жылы сөзің жетеді. Жылы сөзбен жеткізген
Парызымыз көп шығар ана-ана, парызымыз көп шығар ана-ана. Құрсағыңдай тыныш жер, құшағыңдай туыс жер, жер бетінде жоқ шығар ана. Қарызымыз көп шығар ана-ана, парызымыз көп шығар ана-ана. Құрсағыңдай тыныш жер, құшағыңдай туыс жер, жер бетінде жоқ шығар ана. Ардақтап мақтауға барлық ұғым жетпейді, бір түнгі ұйқымды ақтауға бар ғұмырым жетпейді. Бал дәмі сүтіңнің баяғы таңдайымнан кетпейді, алақаның аялы маңдайымнан кетпейді. Жан ана, қарызымыз көп шығар ана-ана, парызымыз көп шығар ана-ана. Құрсағыңдай тыныш жер, құшағыңдай туыс жер, жер бетінде жоқ шығар ана. Қарызымыз көп шығар ана-ана, парызымыз көп шығар ана-ана. Құрсағыңдай тыныш жер, құшағыңдай туыс жер, жер бетінде жоқ шығар ана.